Әскерге баратын жігіттердің несиесі тоқтатылып, ақшалай көмек берілуі мүмкін. Бұл туралы Экспресска жазды. Енді үйіңізге әскерге шақыру билеті келсе, асығыңыз. Өйткені сыйақы тағайындалады. Ал білім беру саласындағы қыз жігіттерге жеңілдіктер беріп, отбасы мүшелеріне коммуналдық шығындарды өтеуге көмектесеміз деді. Кім? Сәкен Жүсіпов. Ол кім? Қарулы күштер бас штабының қызметкері. Биыл жазға дейін 17 мың адамды әскерге шақыру жоспарланған. 18 бен 27 жас аралығындағы жігіттердің телефонына SMS хат жіберіледі, немесе жұмысымен үйіне хабарлама жолданады. Кейін олар 2 мәрте ПЦР тапсырады, денсаулығы жарамды болса, 365 күн әскери өмірдің дәмін татады. Екеуміз армияда служить еткенбіз бірге. Екеуміз армияда болғанбыз. Иә. Жүрдік қойшы. Жүрдік қоймыз. Вес ротаны ұстадық қой екеуміз. Дәстүрлі емес жыныстық бағыттағы адамдар да әскери қызметін өтей алады. Ал борышын кейінге қалдыру мәселесі азаматтарға арналған үкімет арқылы шешіледі. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресска жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.